Жыл басына таласқан хайуанаттар. Бұрынғы ерте заманда хайуанаттар жыл басы болуға таласыпты. Сонда жыл қайтыпты: мен алысты жақын қыламын, күшімді болса көреді, күшімді болса ішеді, қолымнан шейін арқан желеседі. Адамға менен пайдалы мал жоқ, жыл басы мен боламын дейді. Сонда түйе айтады: сен адамның жұмысын қылсаң, сұлы шөп асайтын тамағың үшін құл болдың. Міне сен көтере алмайтын ауырды көтеріп неше айшылық алыс жерлерге барамын. Аш болдым деп арпа сұлы сұрамаймын. Көде болса көде, жусан болса жусан, не кез келсе соны қоре кетіп, табылса су ішіп, табылмаса шөлде де жолға жүре беремін. Жыл басы болу маған лайық дейді. Сонда сиыр: адам егін егсе менімен егеді, сүтімді ішеді, құрт май істейді, жыл басы болу маған лайық дейді. Сонда қой: мен болмасам қазақ үйін немен жабар еді, жүнімді алып киіз басады, жабағымнан киім тігеді, арқан жібеседі, сүтімнен құрт май шала алады, шаруаға менен пайдаларың жоқ дейді. Сонда ит: мен болмасам сендердің көбіңді не ұрлап, не қасқыр жеп тауысар еді. Мен сендердің баршаларыңның бақташымын. Дұшпан көрінсе өріп абалап еме хабар беремін дейді. Сонда әтеш: мен болмасам кісі ерте жұмысына бармай ұйықтап қалар еді. Мен таңертең тұрып таң атты деп шақырып хабар айтамын. Кеш болса жатар мезгіл болды деп тағы да шақырамын дейді. Тышқан не айтарын білмей тұрды да бір түрлі қулық ойлап жиналған көпке былай деді: бұл таластан еш нәрсе өнбес, жылды қарап тұрарлық та кім бұрын көрсе сол жыл басы болсын. Өзгелер жыл қарап тұрғанда түйе өзінің бойына сеніп, менен бұрын кім көреді деп тышқанның сөзін қоштап бәрі қарасып тұрады. Біраздан соң тышқан жорғалап түйенің үстіне шығып, өркешінің басына мінеді де отыра береді. Көп хайуан таласып біз көреміз деп тұрғанда ең биікте отырған тышқанды көріп еш нәрсе демепті. Сонан соң бәрінен тышқан бұрын көріп хабар беріп жыл басы болыпты. Түйе бойына сеніп құр қалыпты.